Сәлем достар! Егер де сіздер мысықтар жайында қызықты мәліметтерді іздеген болсаңыз, демек сіз дәл тауып арнамызға қош келдіңіз. Біз сіздерге мысықтар жайында ең қызықты, ең тартымды, тіпті таң қалдырар мәліметтерді тауып қойдық. Орташа алғанда мысықтар 3-тен 2 бөлігін ұйықтайды. Бұл 9 жастағы мысық өмірінде 3 жыл ғана белсенді өмір сүреді дегенді білдіреді. Мысықтардың иттерден айырмашылығы, олар тәттіге құмартпайды. Ғалымдардың пікірінше, бұл негізгі дәмдік рецепторлардың біріндегі мутацияға байланысты. Ұрғашы мысықтар әдетте жерді оң табанымен қазса, ал еркек мысықтар сол табанымен қазады. Мысықтар тырнағының жоқтығына байланысты ағаштан түсе алмайды. Ағаштан түсу үшін ол артқа шегініп, артымен сүйенеді. Мысықтар шамамен 100 түрлі дыбыс шығарады, ал иттер тек 10 түрлі дыбыс шығара алады. Мысықтың миы иттің миына қарағанда адамдарға биологиялық жағынан жақынырақ. Мысықтардың эмоцияларына адамдардағы сияқты сондай ми ауданы жауап береді. Әлемде 500 миллионнан астам үй мысықтары бар және мысықтың шамамен 40 түрлі тұқымы болады. Мысықтарды алғаш рет ежелгі мысырлықтар қолға үйреткен делінеді. Бірақ жақында жерорта теңізі жағалауындағы Кипр аралында 9500 жылдық қабірден ең ежелгі үй мысығының сүйегі табылды. Испан инквизициясы кезінде 8-ші Иннокен папасы мысықтарды шайтанның көмекшілері деп танып, мыңдаған мысықтар өртетті. Өкінішке орай мысықтарды жаппай өлтіру егеуқұйрықтардың жылдам көбеюіне алып келді. Бұл оба ауруының салдарын одан әрі таралуына себеп болды. Ғарышта болып келген алғашқы мысық астракот деп аталатын француздық мысық. 1963 жылы Франция оны ғарышқа ұшырды. Сонда мысықтың миына имплантталған электродтар неврологиялық сигналдарды жерге жіберді. Осылайша астракот бұл сапардан аман келді. Иудейлік аңызға сай, Нұх пайғамбар кемедегі азықты егеуқұйрықтардан қорғауды сұрап, Құдайға жалынған екен. Сонда Құдай оның дұғасына жауап ретінде арыстанды түшкіруге мәжбүрлеген, және сол кезде одан мысық шыққан деседі. Мысықтар қысқа қашықтықта жоғары жылдамдықпен орта есеппен сағатына 50 шақырым жүре алады. Мысық өз бойынан 5 есе жоғары биіктікке секіре алады. Мысықтар адамдарға тек еркелгендіктен ғана емес, сонымен қатар аумақты тұмсығының айналасындағы темірдің иісімен белгілеу үшін сүйкенеді. Сондай-ақ мысықтың құйрығы мен табанына жақын жерлерде иіс шығарады. Көптеген ветеринарлар мысықтар тамағының терең түбінде орналасқан дауыс желбезігінің дірілмен пырылдайды деп есептейді. Ол үшін көмейдің бұлшық еті ауа өтетін жерді секундына 25 рет ашып жабады. Бүгінгіде ең үлкен жабайы мысық Амур жолбарысы. Оның салмағы 320 келіге дейін, ал ұзындығы 3-6 метрден асуы мүмкін. Әлемдегі ең танымал мысықтың тұқымы бұл парсы мысығы. Содан кейін Мейн-кун тұқымды жанат мысық және Сиам мысығы. Кейбір Сиам мысықтары көз жүйкесінің ерекше құрылымына байланысты көзін қисайтып қарайды. Жүзуді жақсы көретін мысық тұқымы да бар. Орталық Азиядан шыққан түрік ванның жүні су өткізбейтін ерекше құрылымға ие. Мысықтың тұмсығының ар жағында шамамен 12 мұрт бар. Мысықтың көру қабілеті адамдікіне қарағанда бір жағынан жақсы болса, екінші жағынан нашар. Жақсы болу себебі өйткені мысықтар қараңғыда әлде қайда жақсы көреді және шеткі көрудің кең бұрышына ие. Ал нашар болуы өйткені олар адамдар сияқты түстерді ажырата алмайды. Мысалы, шөптің түсі мысықтарға қызыл болып көрінеді. Мысықтардың үйге апаратын жолды тауып бару қабілеті пси-саяхат деп аталады. Сарапшылардың пікірінше, мысықтар үйлерін күн сәулесінің бұрышымен анықтайды, немесе мысықтардың миында компас сияқты әрекет ететін магниттелген жасуша бар. Мысықтың жағы жан-жағына қарай қозғалмайды, сондықтан олар тағамның үлкен бөліктерін шайнай алмайды.
Мысықтар басқа мысықтарға сирек мияулайды. Әдетте олар адамға ғана мияулап күледі. Мысықтар әдетте басқа мысықтарға түксиіп, пырылдап, пысылдайды. Мысықтың арқасы иілгіш, яғни өте икемді. Себебі онда 53 қынама омыртқа бар, ал адамда барлығы 34. Мысығы бар адамдардың шамамен 1/3 бөлігі үй жануарлары олардың ойларын оқи алады деп есептейді. Мысықтарда сыртқы құлақты басқаратын 32 бұлшық ет бар, ал адамдарда тек 6 ғана болады. Сондықтан мысықтар құлағын 180 градусқа бұралады. Марғаулардың көп ұйықтайтынның бір себебі мысықтардағы өсу гормоны адамдікі секілді тек ұйқы кезінде бөлінеді. Мысықтың денесінде 230 сүйек бар, ал адамдікінде 206 сүйек. Мысықта бұғана жоқ, сондықтан ол басының өлшеміндей болатын кез келген тесікке кіре алады. Мысықтардың мұрнының үсті адамдардың саусақ іздер сияқты ерекше. Мысықтың жүрегі адамға қарағанда 2 есе жылдам соғады, яғни минутына 110-нан 140-қа дейін соғады. Мысықтарда адамдікі сияқты тері бездері болмайды, олар тек табаны арқылы терлейді. 7 жылда бір жұп мысық және олардың ұрпақтары жалпы есеппен 420 000 марғауға дейін балалай алады. Ересек мысықта 30 тіс болады, ал марғауларда 6 айдан кейін түсіп қалатын 26 сүт тіс бар. Дасти есімді мысық ұрпақ саны бойынша рекорд орнатып кітапқа енген. Ол өз өмірінде 420 марғау туған. Мысықтар дірілге өте сезімтал. Олардың адамдарға қарағанда жер сілкінісін 10-15 минут бұрын сезеді. Мысықтың иттерден айырмашылығы олар қолға бағу кезінде өзгерген жоқ. Мысықтың артқы аяғындағы тырнағы алдыңғы аяғына қарағанда өткір емес. Әлемдегі ең бай мысықтың аты Блэки. Оның қожайыны Бен Ри мысығына 15 миллион фунт стерлинг мұра қалдырып кеткен. Мысықтар жайында мәліметтеріміз бүгінге осындай. Лайк басып, комментарий жазып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.